Hello everyone! Welcome back to Kazakh lessons. Today we'll talk about present simple questions. If you want to make a question, you need to add ma, me, ba, be, pa, pe at the end of the sentence. For example, мен жазып отырмын ба. Am I writing? So the answer will be Я жазып отырмын. Жоқ, жазып отырған жоқпын. Сен жазып отырсың ба? Are you writing? The answers will be Я жазып отырсың. Жоқ, жазып отырған жоқсың. Сіз жазып отырсыз ба? Are you writing in a formal way? The answers will be Я жазып отырсыз. Жоқ, жазып отырған жоқсыз. Ол жазып отыр ма? Is he, she, it writing? The answers will be Я жазып отыр. Жоқ, жазып отырған жоқ. Let's go through plural pronouns. Біз жазып отырмыз ба? Are we writing? Я жазып отырмыз. Жоқ, жазып отырған жоқпыз. Сендер жазып отырсыңдар ма? Я жазып отырмыз. Жоқ, жазып отырған жоқпыз. Сіздер жазып отырсыздар ма? Я жазып отырсыздар. Жоқ, жазып отырған жоқсыздар. Олар жазып отыр ма? Я, олар жазып отыр. Жоқ, олар жазып отырған жоқ. Now let's learn some verbs. To give, беру. To dance, билеу. To drink, ішу. To learn, үйрену. To speak or to say, сөйлеу. To wait, күту. To do, істеу. Now try to make some sentences by yourself.